Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өте қуаныштымын. Егер де осы видеоны көріп отырсаңыздар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге осындай дәмді әртүрлі рецепттер салып отыруға тырысамын. Менің каналымды қолдап жүрсеңіздер өте қуанышты боламын. Ал бүгін сіздерді мен осындай керемет кешкі аспен қуантқым келіп отыр. Бұл астың ерекшелігі маринады өте ерекше, өйткені мен маринадты бүгін айранмен жасайтын боламын. Осындай сорпасы көп, соғы көп шығатын тауық дайындағыларыңыз келсе, оны айранмен маринадтап көріңіздер. Достар, егер де үйлеріңізде тауық еті болса, менімен бірге дайындап көріңіздер. Енді осындай мен 2,5 килограмм тауықтың етін алдым. Саны еттерін, аяқтарын енді соны маринадтаймыз. Ол үшін бізге осылай 2 пияз қажет. 2 пиязды ұсақ қып турап, осы біздің маринадымыздың тауығымыздың үстіне қосатын боламыз. Бұл тауықтың дәмі өте ерекше болып шығады. Достар, дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер де үйде айрандарыңыз болса, және тауықтың еті болса, осындай кешкі ас немесе түскі асты дайындап отбасыларыңызға керемет тағам жасап көріңіздер. Міне енді мен тауықты үлкен ыдысқа саламын, өйткені қазір осының үстіне айран құятын боламыз. Және де осы пияздың барлығын үстіне салып, дәмдеуіштерін қосып маринад жасаймыз. Пиязымызды осылай ұсақ қып тураңыздар, достар. Енді үстіне дәмдеуіштер қосатын боламыз. Дәмдеуіштер менде әртүрлі дәмдеуіштер, оларды барын қазір көрсетеміз сіздерге. Міне осы тауықтың дәмдеуіші, және де базилик сушеный, паприка молотая, және де хмель сунели. Бұлардың дәмдері әртүрлі ерекше дәм береді. Және де осындай қара бұрышпен роллтон тауықтың сорпасына арналған барлығын қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міне және де сарымсақты қысқышпен қысып, осылай үстіне қосыңыздар. Және де біздің маринадымыздың ең басты ингредиенті ол айран. Осы 2,5 килограмм тауыққа менде жарты литр айран кетті. Егер тауықтарыңыз кішкене аздау болса, аздау қосуға болады. Осылай жақсылап тұрып араластырып, оны бүгін мен 3 сағатқа қоятын боламын. Өйткені мен кешкі асқа дейін осындай уақыт тығыз болғандықтан тек қана 3 сағатқа қоямын. Негізі, достар, егер де осылай кешке қарай маринад қойып қойсаңыздар, екінші күнге тіпті жұмсақ болып піседі. Егер де 3 сағатқа қойсаңыздар, тауықтың осылай еттерін пышақпен араларын кесіп қойсаңыздар, жақсы сынып тұрады. Менде тауығым дайын, енді 3 сағатқа қоя тұрамын. Достар, міне 3 сағат өтті. Менде 3 сағат тұрды тауығым. Енді осындай духовканың үлкен формасын алып, тауықтарымыздың барлығын салып пісіреміз. Егер де сіздердің еттеріңіз кішкене аздау болса, мен қазір гарнирға картоп істеймін. Оның барлығын бірге бір ыдысқа салуға болады. Егер де аздау болса, менде бүгін сыймайды, және сондықтан да мен бөлек пісіретін боламын. Осылай мен тауықтың еттерін әдемілеп формаға салып, осылай жаңағы сыртқы терісімен бетіне қаратып қойсаңыздар, беті өте әдемі, корочкасы қып-қызыл болып шығады, дәмді болып піседі. Осылай төмен қаратып қойыңыздар. Енді осы қалған соусқа мен қазір картопты салып пісіретін боламын. Картопты айранның соусына піскендіктен өте жұмсақ болып, ешқандай кеппей, әдемі болып піседі. Енді алдымен картоптарымызды тураймыз. Оларды үлкендеу бөліктерге бөлсеңіздер болады, өйткені біздің маринадымызбен картоптар ешқандай кеуіп қалмайды, әдемі жақсы болып піседі. Осындай мен үлкен бөліктерге әдемі қылып ұзындау кессеңіздер болады. Гарнирға картоп міндетті емес. Егер де картоптарыңыз болмаса, күрішпен де, макаронымен де істей берсеңіздер болады. Әркімнің өзінің қалауынша. Міне мен қалған соусқа осылай картопты қостым. Және де үстіне паприка, базилик, тұзын қосамын, өйткені біздің соусымыз азайып қалғандықтан картопымызға дәмі сіңбей қалуы мүмкін. Сондықтан да үстіне тағы да қосып жібердім. Дәміне қарай қоссаңыздар болады. Паприка бізде картоптың түсін әдемі қылу үшін осылай кішкене қызартып қоссаңыздар болады. Енді оны бөлек ыдысқа, міне менде тауықтың жанына тимағандықтан мен бөлек ыдысқа салатын боламын. Оларды осылай түбіне сұйық май құямыз. Және де кішкене су қоссаңыздар болады, бірақ міндетті емес, өйткені картоптың өзінің соусы бар. Сондықтан да оған судың да қажеті жоқ. Осы айранның соусына өте жақсы жұмсақ болып пісетін болады. Ал енді осы тағамдарымызды қызып тұрған пешімізге 200 градусқа немесе 220 градусқа қойсаңыздар болады, жылдам піссін десеңіздер. Осыны қызып тұрған пешімізге саламыз.
өте жұмсақ, өте керемет болып пісетін тағам. Осылай мен картопты астына қойып, тауығымды бетіне қарай қоямын. Сонда жаңағы біздің бетіне қаратқан тауықтың корочкалары, осылай қабықтары әдемі корочка болып қып-қызыл піседі. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Оның алдында мен тек қана майонезбен істеп жүргендіктен бұндай сочный болмаған. Енді осы айранмен істейтін боламын әрқашан, өйткені дәмі өте ұнады бізге, керемет болып, соғы бәрі күшті шығатын тағамның рецептісі. Дайындап көріңіздер. Үйде айрандарыңыз болса, осылай кешкі ас жасап көріңіздер. Міне достар, менің тағамым пісті. Көріп отқандарыңыздай, міне соғы керемет болып шықты. Беті де тауықтың осындай корочкасы бар, әдемі болып, осылай іші бәрі толығымен пісті. Міне картопымыз да ешқандай күйіп қалған жоқ, осындай жұп-жұмсақ болып пісті. Енді осы ыдысымызға әдемілеп саламыз. Достар, егер де сіздерге менің бүгінгі жасаған асым ұнаса, мені каналыма, менің осы видеоның астына комментарийларыңызды жазып кетсеңіздер, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, дайындау әдістеріңіз болса жазып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Түсінбей қалған жерлеріңізде сұрақ қойсаңыздар болады, жауап беремін міндетті түрде. Енді осылай күріштің үстіне жаңағы біздің тауығымыздың сорпасын құйып, осылай отбасыма кешкі асымды беремін. Міне осындай көп болып шығады сорпасы. Ешқандай құрғап қалмайды, жабысып та қалмайды, асы керемет болып шығады. Достар, дайындап көріңіздер. Айранмен осындай ерекше маринад. Қазір дәмін көретін боламыз. Міне осындай әдемі кешкі ас дайын. Картопымның дәмін көремін. Картопым өзіме қатты ұнап жатыр, өйткені ешқандай да күйіп қалған жоқ. Ортасы да, сырты да барлығы жұп-жұмсақ. Осындай керемет болып шықты. Балаларым қуана жеді осы тағамды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, дайындап көріңіздер. Ұнап жатса, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді маған қалдырып кетсеңіздер қуанышты боламын. Достар, міне тауықтың ортасы барлығы толығымен пісті. Өте жұмсақ, сондай әдемі болып шықты. Дайындап көрсеңіздер, екі-үш өкінбейсіздер. Осындай айранмен жасалатын ерекше маринад жасап көріңіздер. Ал бүгінгі менің сіздерге видеом ұнап жатса, менің видеомды таныстарыңызға жіберсеңіздер болады осы рецепті. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, өте қуанышты боламын. Және де қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар, осы видеоны жібере алмас үшін.